Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Айдын кеттік. Сіздерге қалай телефон және компьютер арқылы видео жүктеу керек екенін көрсеттік. Алдыңғы видеоларда бүгін тағы да телефон арқылы одан да жақсы бір жолын көрсетеміз. Бұл кезде видеоны телефон арқылы жүктейміз және де бұл жерде видеоны видео және аудио форматта жүктеуге болатынын көрсетеміз. Бұл қайда жақсырақ? Кейбір видеолардың тек қана аудиосы керек болса, сіз оларды жүктей аласыз. Ол үшін ең бірінші біздің каналымыздағы осы тақырыптарға байланысты видеоларды осы жерде көре аласыздар. Презентация және видео жүктейміз дегенге кірейік. Бұл жерде телефон арқылы қалай кіріп қосымшаны қолданып видео жүктейміз. Өшеден көре аласыз. Енді біз тағы да телефон арқылы, бірақ басқа қосымша арқылы видео жүктеуді көрсетеміз. Ол үшін біз бірінші Play Marketқа барамыз. Play Marketқа барып, Video Downloader деп жазамыз. Video Downloader деген видео жүктегіш дегенді білдіреді. Және де бұл жерде көп видео жүктейтін қосымшалар бар. Бірақ көбісі өкінішке орай YouTube-тан видео жүктей алмайды. Бізге осы Video Downloader Master деген қосымша керек. Соған кіреміз. Соны орнатамыз өз телефонымызға. Орнатып болғаннан кейін ішіне кіреміз. Енді қараңыздар, YouTube, Facebook, Instagram деген форматта видеоларды жүктей алады. Осы жерлерден бізге YouTube керек. Біз бірінші өзіміздің қалаған видеомызды YouTube-тан табуымыз керек. Және YouTube-тағы видеоның сілтемесін осы жерге алып келуіміз керек. Сол үшін біз бірінші YouTube-қа кіреміз. Мысалы, мен өзімнің түсірген бір видеомды жүктегім келеді телефоныма. Видеоның үстіне басамыз. Енді көрдіңіздер ғой. Бұл жерде видеоның астында қараңыз, бұл жерде мынандай не бар? Бөлісу деген батырма бар. Соған басамыз. Мына жерде копировать ссылку деген батырма шығады. Орысшасы, ағылшын тілінде copy link деген шығады. Осыған басамыз. Және біздің ссылкамыз дайын. Енді өшеге поисковикқа басамыз. Өзіміздің сілтемемізді ұзақ басып тұрып өшеге қоямыз. Одан кейін поискті басамыз. Міне, біздің видеомыз тапты. YouTube-тағы видеоны. Және де біз енді мына жерде батырма бар. Міне, домалақ батырма. Ол жүктеуді білдіреді. Соған басамыз. Осындай меню шығады. И біз және де өшеден өзімізге керек форматты таңдаймыз. Ең біріншісі аудио. Мысалы, сіздің қалаған видеоңыздың тек қана аудио форматы болсын десеңіз, осыны басасыз біріншісі. Ол тегін, free. Екіншісі ол видео. 360p сапасында оны жүктеу үшін біз не істейміз? Екінші батырмаға басамыз. Бірақ оны не істеу үшін, жүктеу үшін біз видеоны қарауымыз керек болады.
ол сол видео қарап болған рекламадан кейін ғана сізге оны рұқсат етеді. Ал егер high quality, өте мықты сапада видео және аудио алғыңыз келсе, ол үшін уже ақша төлеу керек болады. Біз ең біріншісін басып көреміз. Redownload. Енді ол біздің аудионы не істейді? Жүктей бастайды. Міне. И окейді басамыз. Өзіңіз көріп атқандай, біздің жаңағы жүктеуіміз бітті, аудиомыз дайын. Тура сөйтіп керек болса, видеоны да не істей аласыздар, жүктей аласыздар. Ол үшін тағы да мынау батырмаға басамыз. Екінші батырмаға басамыз. Видеоны алу үшін. Жарты минуттық видеоны қарап шығамыз. Даже жарты минут емес, 10 секунд екен. Сөйтіп видео алған сайын осындай бір рекламаны қарап болсаңыздар, ол сіздерге видеоны береді. Міне. Өшеріне видео немесе аудио деп таңдасаңыздар болады. Сапасы 360p, окейді басамыз. Және де сіз көріп атқандай, біздің видео ең үстінде жүктелініп жатыр. Міне, 1 минуттай уақыт алады. Өте ыңғайлы қосымша, алдыңғы сіздерге түсірген қосымшадан да жақсырақ, өйткені бұның аудиосы да бар, видеосы форматы да бар. Қаласаңыз, сатып алсаңыздар болады. Өте жақсы сапада да видео жүктей аласыздар. Бұл не үшін керек? Сіздер сабақта интернет болмай қалса, осы қосымша арқылы өзіңіздің керек видеоларыңызды жүктеп алып телефонға, телефоннан сосын компьютеріңізға жібере аласыздар және қолданасыздар. Біздің видеомыз дайын, жүктеліп болды. Енді біз оған кіреміз. Видеомыз жүктеліп болғаннан кейін біз мына жерде ең үстінде настройки, settings деген батырма бар. Соған басамыз. Және де біз бүкіл жүктеп алған видеоларды көре алу үшін біз YouTube folder, YouTube папка деген жерге басамыз. Міне, бұл жерде жаңа сіздерге көрсеткен біріншісі аудио форматында жүктеп алдық. Екіншісі жаңағыны сізбен бірге видео форматында жүктеп алдық. Енді сіз бұл видео мен аудионы керек болса көре аласыз, ашып, немесе басқа бір жерге жүктей аласыз. Көп сіздерге рахмет қараған үшін, пайдасы тиді деп сенемін. Бұдан да басқа қосымшаларды тауып, олармен жүктеп алуға да болады. Егер басқа қосымшаларды тауып, жақсы қосымшаларды біліп алсаңыздар, комментарий жазыңыздар, бізде қолданайық. Аман болайық, сау болыңыздар.